Hi everyone, how are you? I'm gonna to talk to you about summative assessment for the cross-curricular unit for third grade for fourth term. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып 4-ші тоқсанның бжб-сын түсіндіретін боламын. Каналға тіркеліп, Start English'на жазып қойдым. Осы каналға тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге мен салған видеодан хабарлама келіп тұратын болады. Summative assessment for the cross-curricular unit. The title is Water Everywhere. There is given learning objectives are for reading and speaking. 4-ші тоқсан бойынша ортақ тақырыптық бжб берілген, яғни water everywhere тақырыбы бойынша мұнда learning objectivesке reading and speaking бойынша тапсырма беріледі екен, яғни оқылым және айтылым тапсырмалар беріледі. Мұнда берілген уақыт 20 минут. Сол 20 минуттың ішінде сіздер осы оқу мақсаттарына негізделіп жасалған тапсырмаларды орындайтын боласыздар. Мінекей айтып өткенімізде алдарыңызда reading тапсырмалары беріліп тұр. Task 1. Read the text about Tommy and answer the question. Tommy туралы айтылған текстті оқыңыз дейді және сұрақтарға жауап беріңіз. Tommy drinks water every day. Tommy суды күн сайын ішеді. He also washes his face, brushes his teeth and takes a shower every day. Ол күн сайын өзінің бетін, тісін жуады және күнде ол душ қабылдайды деген. On Monday, Tommy helps his father water the garden. Дүйсенбі күні Tommy өзінің әкесіне бақша суғаруға көмектеседі. On Tuesday, Tommy and his mother cook dinner and wash dishes. Сейсенбі күні Tommy өзінің анасына ас әзірлеуге және ыдыс жууға көмектеседі. On Wednesday, Tommy helps his baby brother to bathe. Сәрсенбі күні Tommy өзінің кішкентай інісіне душ қабылдауына көмектеседі. His baby brother likes to play in the bath. Оның кішкентай інісі ваннаға түскенді, ваннада ойнағанды ұнатады. Now, answer the question. The first question. What does Tommy drink every day? Tommy күн сайын не ішеді? Tommy drinks water every day. Tommy күн сайын су ішеді. What does Tommy do with his father? Tommy өзінің әкесімен не істеді? Tommy helps his father water the garden. Tommy өзінің әкесіне бақша суғаруға көмектесті. Үшінші сұрақ. What does Tommy do on Tuesday? On Tuesday, Tommy helps his mother cook dinner and wash dishes. Сейсенбі күні Tommy өзінің анасына ас әзірлеуге және ыдыс жууға көмектесті. Төртінші сұрақ. Where does Tommy's brother like to play? Tommy'дің інісі қайда ойнағанды ұнатады? His baby brother likes to play in the bath. Оның інісі ваннада ойнағанды ұнатады екен. Next task for speaking. Task 2. Read all questions aloud first and then answer them in full sentence. Екінші тапсырма айтылым бойынша бұл жерде барлық сұрақтарды дауыстап оқыңыздар дейді. Сосын барып барлық сөйлемдерге жауап беріңіздер дейді. Байқасаңыздар, мұнда сурет көрсетілген, сурет берілген. Егер осы суреттің көмегі қажет болып жатса, суретке қараңыздар. Бірінші сұрақ. What is this? Бұл не? Мұғалім көрсеткен суретке қарап, сол жануарлардың атауларыңыз қажет. For example, it is a fish. Сұрақтарға жауап бермес бұрын сіздерге көмек ретінде мен мына сөздіктерді жазып қойдым. Осы сөздерді қазір қайталап отырыңыздар менен кейін. Dolphin, дельфин, tortoise, тасбақа, octopus, сегізаяқ, crab, шаян,
Seahorse теңіз жылқысы, children балалар, play ойнау, sand құм, toys ойыншықтар. Мінекей балалар, сөйлем құрауға қажетті сөздерді мен жазып қойдым. Осы сөздерді қолданып, сұрақтарға жауап беріңіздер. The first question, what's this? This is a fish. This is a dolphin. This is a tortoise. This is a octopus деп апайларыңыз қайсы суретті көрсетеді, соған осылай жауап бересіздер. Екінші сұрақ, where does it live? Ол қай жерде өмір сүреді? It lives in the sea. Яғни ол теңізде өмір сүреді. River өзенде, lake көлде. Егер құмда болатын болса, sand деп жазып қойсыздар осы жерге. What color is a dolphin? Дельфиннің түсі қандай? A dolphin is gray, black and white. Төртіншісі, did you go to the beach last summer? Сен өткен жазда жағажайға бардың ба? Yes, I went to the beach with my family last summer. Мен жазда өзімнің жанұяммен жағажайға бардым. Бесінші сұрақ, what did you do at the beach? Жағажайда не істедіңіздер? I swam the beach with my brothers. Ағаларыммен теңіздің жағасында жүздім. Мінекей балалар, бүгінгі сабақ пайдалы болса, ұнаған болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен келесі салған видеоларым сізге көрініп тұратын болады. Келесі кездескенше, bye!